таптардай бутылкамен отырып шитті брат. Жандос, сен бордақын дайын қол. Ертең кеп сойып алсаң болады. Ертерек бір хабарып берсе, сен анау Генаға айтамыз қасапшыға. Аға жарайды. Акс. Ау мәке. Ертең Қостанайдан 100 бас ақ басып қой келеді. Орындар дайын ба? Бүгін соң күндікпен дайындадық қой. Бордақын не істедің? Азанда қасапшыға сойдырып, еттерін бәрін жіліктетіп, тарататын жақын бәрі таратып тастадым. Әдем. Ана бухгалтерді қарап жүрсің ба? Лев істеп жүрген жоқ па? Жоқ, бәрін қадағалап жүрмін, нормальный. Кіреберістегі бір камера істемей қалып, жаңа ауыстырып қойдым. Красавчиксың ғой, кісі, молодец. Мәке, просто красавчик емес, сука красавчик десеңші. Марқұм Нурик братан. Сен бәрін көре алмай кетті ғой. Тағдыр ғой енді. Қой, мен барып ертерек жатайын. Ана ертең бір-екі жерге кіріп шығуым керек. Сосын аларды сыпырып, жақсылап аяқ астықма, я? Болды, мәке. Жони, болды, есіңді жиш. Сен салынып біттің ғой. Болды, өтті кетті, бауырымыздан айырылдық. Өмір бақи ішіп өтпекшісің бе енді? Шем? Бақынса шем? Осым саған қанша айтам, арақ ішсең де миыңды ішпеді. Сен ішкенен Нурик қайтып орала ма? Сен тас жүрексің. Сен ақшаны ойлап қалған адамсың сен. Маған оңай емес. Мен досымнан айырылып қалдым. Күнде келіп миым жейсің, жұмыс істе, ақша тап. Нафиг керек емес маған. Шем, түсінесің ба? Әнші жоқ та бұл. Тас түскен жеріне ауыр. Әрекетіміз жасайық, тірі адам тіршілігін жасайды. Жони, есіңді жи. Бүгін шик, ертең тіршілік, может быть, көріміз. Бүгін. Официант, неғып кім еді? Мыдан келді, айтшы кім.